Сәлем достар, бүгін біз пеште балық пісіреміз. Балықтың жай ғана өзін емес, көкөністермен пісіретін боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Алдымен бізге керек заттар: сазан балық, оны алдын ала жуып, тазалап, бөліктерге бөліп алдым. Дәмдеуіштерден тұз, бұрыш, паприка қостым. Көкөністерден картоп, сәбіз, кәді, брокколи қостым. Өзіңіздің қолыңыздағы бар кез келген көкөністерден жасай берсеңіздер болады. Ең алдымен балықты маринадтап аламыз. Ол үшін сұйық майға немесе зәйтүн майына дәмдеуіштерімізді, тұзымызды қосып, үстіне жарты лимон соғын сығып аламыз. Бұл маринадты кез келген балық түріне қолдансаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып, 20-30 минутқа маринад сіңгенше қойып қоямыз. Осылай қолмен араластырсақ, маринаты өте жақсы сіңетін болады. Сосын бетін пищевой пленкамен жауып, 20-30 минутқа қойып қоямыз. Маринатымыз сіңгенше көкөністерді турай береміз. Көкөніс әдемі болып көріну үшін мен осындай пышақ қолдандым. Қолыңыздағы бар кез келген көкөністерді қолдансаңыз болады. Енді барлығын шұңғыл ыдысқа салып, дәмдеуіштерімізді қосып, және де сұйық май немесе зәйтүн майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Көкөністерге ерекше дәм беру үшін мен жасыл шөптерді қостым. Маңызды емес, өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыз болады. Шамамен 20-30 минуттан соң фольганы керекті мөлшерде кесіп, алдымен көкөністерімізді оған саламыз. Егер сізде фольга болмаса, оның орнына пергамент қағазын қолдансаңыз да болады. Оның үстіне маринадталған балығымызды саламыз. Мен 2-3 данасын салдым. Енді жақсылап ораймыз. Кәмпит сияқты немесе қайық сияқты орасаңыздар болады. Ең бастысы, екі шеті ашылып кетпеуі керек. Ең соңында қызанақ және лимонды саламыз. Қызанақ менде қатырылған қызанақ, кез келген түрін қолдансаңыз болады. Лимон мен қызанақтың соғы шығып, ерекше балыққа дәм беретін болады. Және де қалған балықтарды да дәл осылай жасаймыз. Менің жасаған балығым 3-4 порция шықты. Негізі бұл тағамды өзіңіздің фантазияңыз бойынша әртүрлі қылып жасай беруге болады. Балықтың орнына тауық қосуға болады. Олай да өте дәмді болып шығады. Балықты майда пісіргеннен қарағанда пеште пісірсеңіз пайдасы мол, әрі дәмді, және де уақытты үнемдейтін боласыз. Енді алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минутта пісіреміз. Міне біздің балығымыз пісті. Ең бастысы бұл жерде сәбіз жұмсақ болса болды. Демек балық еті де басқа көкөністер де пісті деген сөз. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздерге рецепт ұнады деген үміттемін. Жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, лайк басып, каналыма тіркеле кетіңіз. Қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қосыңыз.